алканы, алкандар, көмірсутектер бізде көмір, карбон и хайдрожен сутектен тұратын органикалық қосылыстар. Бұның барлығы бізде көмірсутектер болады, хайдрокарбонс. Соның ішінде қаныққан saturated hydrocarbons ол бізде алкандар болып табылады, алкандар. Ол жерде қос байланыс, үш байланыс ондай нәрсе болмайды, тек қана бір байланыс қана болады. Аттарына ан деген ең соңында суффикс қосылады. Мысалы пропан, бутан, пентан деген сияқты. Мысалы бізде бастапқыда органикалық қосылыстардың өзіне тән атаулар болған. Морфин болсын, мочевина дейді мысалы, құмырсқа қышқылы. Бірақ органикалық қосылыстар өте көп болғандықтан оған бір систематичный белгілі бір ереже бойынша атау керек болды. Соны біз алканнан бастайтын болсақ, оны қалай жасады? Ең ұзын көміртектер тізбегін таңдайтын болады. Басында осындай бізде қосылыс болса, ол мынау суретте көрсетілген сияқты ең ұзын қосылыс. Мысалы, әрқайсында бір көміртек деп есептейтін болсақ, ең ұзын қосылыс осылай болып тұр бізде көміртектер. Қанша болады? 4, 5, 9 көміртек бар бізде, ең ұзын. Осының атын бізге, осыны біз главный цепочка деп атаймыз да, осыны ең ұзын несі, главный цепочка. Так. Бізде 10 осы главный цепочканы атын атайды. Главный осы алканы аты болады соған. Соның аттарын бізде келтіріп жатыр. Бірден 10-ға дейін жаттап алса жетеді дейді. Мысалы, мета, эт дейді, этан, метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан деген сияқты. Осындай аттарды бірден 10-ға дейін жаттап алса, осы жеткілікті дейді бізде. Не дейді? Так, метан, да, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, сосын гептан, октан, нонан, соңғысы декан. Осы ең үлкен нені таңдаған кезде бізде оған жалғанған қосымша кішкентай топтарды, кішкентай группалардың саны аз болу керек. Мысалы, біз осыны таңдасақ, қанша көміртек бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 көміртек бар. Бірақ 3 нәрсе жалғанып тұр. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 көміртек бар тоже, 7 карбон атомыз. Бірақ 2 нәрсе жалғанып тұр. Вот осы дұрыстау болады аты. Жалғанған сандарында көміртек саны максимальный болу керек главный цепочкада, и жалғанған заттар, группалар, топтар саны аз болу керек. Циклический болған кезде, циклический алкандарда бізде алдына цикла қоямыз. 3 карбон болса, 3 көміртек болса, бізде пропан болса, циклический болса циклопропан, 4 болса циклобутан, 5 болса циклопентан болып аталады. Мысалы, мынаның главный цепочканың атын табу керек дейді. Бізде әр угол бір көміртектен деп біз айттық өткен жолы. Соны қарайтын болсақ, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болады екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болады екен осылай. Яғни бізде 2 вариант бар. Бұлай болса, бұны бұлай істемей-ақ қояйық. Бұны біз
осылай болған кезде так, бізде бір жалғанған бар, екі жалғанған бар, үшеу бар, төртеу бар. Немесе басқасын көрейік қазір. 4, 5. Бізде бір жалғанған бар, екі жалғанған бар. Бірақ мынау күрделі болып тұр бізде, бұның атауы. Сондықтан бұл аз болса да, бізде айттық қой, негізі аз болу керек деп. Бірақ мыналардың күрделі атау болғандықтан мынау жалғанғанды біз қарапайым түрін таңдаймыз. Осыны мынау қарапайым, мынау бір көміртектен тұрады, мынау екі көміртек, мынау төрт көміртектен тұрады. Қарапайым осыны таңдаймыз. Мысалы, мұнда бізде қарапайым түрі төртеу болса да, осыны таңдаймыз біз. Осы дұрыс деген сияқты. Өйткені атау ол оңай болады. Мұнда табу керек бізде главный цепочканы, және оның атын атау керек біз. Мысалы, мұнда біреу екі көміртек, үшеу, төртеу, бесеу болады. Былай кетсек, 5, 6 болады. Вот осы бізде 6 болса, бізде гексан. Гексан деп жазамыз. Хекзейн. Және бір нәрсе жалғанып тұр. Мұнда біз қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, бірде екен. Значит, бізде қанша болады? 1, 2, 3, 4, 5 болады. 4, 5 болады. И 6 болады. Бұл бізде гексан. Тоже. Осы екеуі жалғанып тұр. Мұнда бізде мына жақ ұзын екені көрініп тұр. Біреу, екеу, үшеу, 4 көміртек, 5 болды. Бұлай жүрсек 6 болады, бұлай жүрсек 6 и 7 болады. Мынау бізде гептан. Мұнда бізде осыдан бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Осылай дұрыс па? 8. Ақтан болады. Так, сосын мұнда біз осы жерден бастайық. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, бұлай бармаймыз, төртеу болады. 5, 6, 5, 6, 7. 7. Гептан. Так, мұнда біз ұзын 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Үшеуінің де ұзындықтар бірдей екен. Так. Бірақ біз осыдан бастайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6 деп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Гептан. Оған қарапайым осындай 3 нәрсе қосылып тұр. Мынау бізде циклопентан. Мынау бізде 7 болып тұр. Циклогептан. Мұнда бізде циклопропан. Осылай. Екі затты біз табу керекпіз. Олардың нелері бірдей екен. Главный цепочкалары бірдей екен. Так, біз мұнда мысалы 1, 2, 3, 1, 2, 3 болса, бұлай бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болды. 7 көміртек. Мұнда біз мұнадан бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6, 7 болды. Мұнда біз бастайық. Біреу, екеу, үшеу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен бұл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 көміртек. Мұнда біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болды. Значит, Б мен С-да главный цепочка бізде бірдей зат. Енді қосымша группаларды қалай біз атаймыз? Главный цепочканы біз атауын біз қарастырдық. Метан, этан, сол главный цепочканы аты болады. Қосылған заттардың қалай атаймыз? Оның артына біз илді қойсамыз, мысалы, бір көміртек болса метил болады,
мынау мысалы бір көміртек тұр, метил. Екі көміртек болса этил болады. 1, 2, 3 көміртек болса пропил болады. 1, 2, 3, 4, 5 санайықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Главное бізде декан болады. Алканды. Главныйдың аты алкан болады. Этил, пропил, метил дедік. Главный цепочка бізде вот көміртегі көп болып тұр. Циклокексан оған қосылып тұр. Циклопропан қосылып тұр. То есть циклопропан деп пропил қосылып тұр. Басқаша вариант болуы мүмкін. Бізде главный цепочкада көміртек саны көп болады. Мысалы, мында бутан. Оған циклопропил жалғанып жатыр. Так, мында бүкіл қосымша группалардың атын біз атау керекпіз. Так, главный цепочканы табайық біз. Осы жақтан 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды. Мынау бізде метил. Мынау бізде этил. Мынау бізде пропил. Мұнда тағы бізде метил бар. Әрқайсында біз группаларды біз табамыз. И солардың аттарын жазу керекпіз. Так, бізде мысалы мұнда қайдан бастаймыз? Осы жерден бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болды. Мұнда мыналар бізде метилдар болды. Так, метилда. Мынау екеуі бізде этил болды. Этил. Так, мынау бізде ең ұзыны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болды. Мынау бізде метил. Мынау бізде пропил. Так, келесі бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Этил, метил, метил, этил и метил жауабы тұрсын. Так, группа бізде простой емес, комплексный болса, егер осындай күрделі болса, оның атын қалай атаймыз дейді. Мысалы, мұнда нумерация жасаймыз. Главный группаға жалғанған көміртек 1 деген нумерация қоямыз. И бұл получается бутил, бірақ 2 метил бутил деп аталады екен осы. Екінші көміртегінде 1 метил бар деген. Жақшаның ішінде болады еще ол. Мысалы, мұнда главный не? Мынау бізде пропил, бірақ изопропил деп аталады бұны. Немесе 1 метил этил деп атап атыр екен. Екеуі де болады бізде. Мысалы, мынау 1 метил пропил. Мынау бізде пропил осылай. Пропил жалғанып тұр. Және бірінші көміртекте метил тұр. Мынау бізде пропилдің екінші көміртегінде метил жалғанып тұр. Және мынау бізде 1 диметил этил дейді. Бір көміртек, екі көміртекте 2 метил жалғанып тұр деген сияқты. Немесе бұны третичный бутил деп көбінесе айтылады. Изобутил, вторичный бутил, secondary бутил. Мынау бізде tertiary бутил. Пентилда то же самое. Изопентил. 5 көміртектен тұрады. И неопентил деген осындай группа. Мыналарды бізде главный осы болса, бізде мынау бізде изопропил, мынау бізде secondary бутил. Так, secondaryдан кейін сызықша болады, бутил бізде. Так, 1 метил пропил, 1
метил этил дейді, немесе изопропил вторичный бутил деп қолданылады осындай. Мұнда мысалы осы группа жалғанып тұр. Бұл бізде тертари бутил. Мұнда осы екі группа бізде метил. Мынау бізде изопропил. Так, иза деген кезде бізде бірге жазылады. Secondary, tertiary деген кезде через сызық арқылы жазылады. Нео болған кезде ол тоже изо сияқты без дефиса жазылады екен. Так, мынау бізде неопентил. Так, мында циклогексан болса, главный цепочка. Оған бізде изобутил жалғанып жатыр. Мынау бізде изопропил. Так, мынау бізде тертари бутил. И мынау бізде secondary бутил. Так, secondary бутил болды, правильно. Енді систематический название беру үшін бізге көміртектердің қайсында сол группа жалғанып тұр, соны location дейді бізде. Каждый группаның біз локациясын белгілеу керек. Біз мысалы екі вариант бар бізде. Бізде метил жалғанып тұрса, осында жалғануы мүмкін. Екі метил пентан болады. Мынау жерде үшінші көміртекке жалғанып тұр метил, үш метил пентан. Негізі метил пентан екеуде, бірақ екеуі екі түрлі вещество болғандықтан, зат болғандықтан, олардың атаулары әртүрлі болу керек. Сол үшін мынау екі метил пентан, үш метил пентан нумерация көрсету керек. Нумерацияның ережесі біріншісі сандары аз болу керек. Мысалы, мына жақтан бассақ нумерацияны екі метил гептан болады. Артқы жақтан нумерация бастақ 6 метил гептан, мынау дұрыс болады. Сандар саны аз. Немесе бірнеше бізде группалар болса, нумерация сандар бізде не болу керек? Аз болу керек қолдан келгенше. Мысалы 3, 3, 6-ға қарағанда 2, 5, 5 деген жақсырақ. Мысалы 2, 3-ті не істеп жатыр? Озып жатыр. 5, 3-тен қалып жатыр. 5, 6-ны озып жатыр. Сондай болса да. Главное, 2, 3-тен аз деген сияқты. Главное, мына жерде бірінші группа аз санда тұр. Сол главный дейді. Үшінші кейс бізде қалай болады? Екеуде бірінші группалар бірдей болса, мысалы 2, 3, 6 метил, 2, 5, 6. Екіншісін қараймыз. Екіншісі мынау азырақ болса, осыны қабылдаймыз. Сосын кейін қалай болады бізде? 4-5 болып тұр. 4 этил 5 метил, немесе 4 этил 5 метил болып тұр. Алфавит бойынша, ағылшыншада алфавит этил бірінші жазылады метилға қарағанда. Бізде қазақша болсын, орысша болсын, метил этилға қарағанда бірінші жазамыз. Өйткені М әрпі, әрпі, М бірінші да алфавит бойынша. Ағылшыншада этил бірінші тұрады. Соның алдындағы цифра азырақ болу керек деген. Осы. Сосын ары қарай бізде циклический болған кезде мында 1, 1, 3 деген намного лучше дейді. 1, 3. 1, 3-ке қарағанда аз болып тұрады осы. Сосын көп бірдей группа болған кезде алдына екеу болса дей қоямыз. 3, мысалы, мында 3 метил бар бізде, 3 метил жазамыз, тетра, пента, хекза деген нәрселерді қосамыз. Мысалы, циклогексан
1,1,3. Каждый метилдің орнын көрсетіп тұр. Триметил циклогексан деп осыны айтады екенбіз. Осы заттың аты. Так. Ары қарай не болады бізде? Алфавитпен қараған кезде бізде изо деген это учитывается как алфавитный буква ретінде. Secondary, tertiary дегенде біз салыстырған кезде алфавитпен қарастырмаймыз. Бутил деген, пропил деген заттарды қарастырамыз алфавитке. Учитываем. Салыстырған кезде. Получается, изобутил метилдан бұрын жазылады. Но secondary, мысалы, изопропил дейікші. Пропил. И мыға қарағанда бірінші тұрады алфавитте. Secondary пропил деген бізде жоқ екен. Пентил дейік, давайте. Secondary пентил. Ол метил бірінші жазылады. Біз қазір Жапонияның сборын катастроф шығаратымыз. Так, барлығын алып қарайтын кезде бізде 4 главный не болады бізде. Бір заттың атын атаған кезде главный цепочканы табу керек. Және оған жалғанған группалар, оның аттарын табу керек. Главный цепочканы бізге нумерация жасаймыз, чтоб нелерді, группалардың нелерін, локацияларын белгілеу үшін. Және группалардың аттарын алфавитті түрде жазу керекпіз. Мысалы, мынаны біз систематический названиясын айту үшін осы жақтан бастайық. 3, 4, 5, 6, 7, 8 болды. 8 ол бізде октан. 4, 5, 6, 7, 8. Так. Мұндан бастақ нумерация 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болады. Осыдан бастақ 1, 2, 3, 4 болады. Осы дұрыс бізде. Бізде метил бар. Метил. 2 метил бар екен. Оны біз диметил дейміз. Және мынау зат 1, 2 көміртек, бұл бізде этил. Бірінші этил жазамыз. Сосын диметил. Этил, диметил, октан. Этил бізде 4-ші көміртекте тұр. Және диметилдің нелері 2, 3 диметил болады. Сан мен әріптің арасына біз сызық қоямыз, дефис. Диметил, октан, еш нәрсе керек емес ортасына. 4 этил, 2, 3 диметил, октан. Систематикалық аттарын атаймыз. Сразу осыдан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 3 метил жалғанып тұр бізде. 3 метил, октан. Номерлері бізде 3, 4 и 6. Мұндан бастақ 1, 2, 3, 4, 5, 6 болатын еді. Ол жарамайды. 3, 4, 6 жарайды бізге. Так, мынау бізде циклогексан. Циклогексанға бізде secondary бутил жалғанып тұр. Secondary бутил, циклогексан. Так, мұнда бізде нумерацияны осы жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Гептан бұл бізде. Так, гептанға бізде этил и метил жалғанып тұр. Так, біз төбеге жазайық. Этил и метил жалғанып тұр. Метил. Так, 3 этил и 2 метил. 3 этил, 2 метил, гептан. Келесі бізде 1, 2, 3. Так.
төбеге барсақ та болады, былай барсақ та болады. Симметричный болғасын разница жоқ. 4, 5. Бізде метил и изопропил жалғанып тұр. Изопропил бірінші жазамыз. И сосын метил бар бізде, диметил. 5 көміртек главный цепочкада. Бұл бізде пентан. Так, пентан. Так, 3 изопропил, 2, 4 диметил, пентан. Келесі бізде осы жақтан нумерация бастағымыз дұрыс болады. 2, 3, 4, 5, 6. И мынау бізде тертари бутил болады. 4 көміртек. Үшінші көміртекте тұр екен ол бізде локациясы. И гексан. Главный цепочка 6 гексан болады. Так, мында бізде главный цепочка или циклогексан, или мынаны көрейік. Жалға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бізде көп. Бұл бізде октан болады. Нумерация бізде қалай? 3, 4, 5, 7 или 2, 4, 2 деген дұрысырақ. Сол үшін нумерация былай болады бізде. Так, 1, 2, 3, так, 4, 5, 6, 7, 8. Так, цикла. Мынау бізде циклогексил болады. Этил, метил, метил. Циклогексил бізде бірінші алфавит бойынша. Циклогексил, сосын бізде этил кетеді. Сосын диметил кетеді. Диметил октан. Так, 2 циклогексил, 4 этил, так, 5, 6 диметил октан. Так, дальше кеттік біз. Мында 1, 2, 3, 1, 2, 3. Осы главный болады бізде. Так, былай барсақ болады. Немесе былай барсақ болады, біз осылай бар. Так. Ага. Осылай бізде, получается, нелер көбірек болады. Группалар. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 болады. Бұлай 2, 3, 4, 5 болады. Так, біз қазір санайық. Бізде этил пропил бар. Бірінші бізде этил кетеді. Сосын пропил кетеді. Так, так, пропил емес, бізде диметил кетеді. Сосын алфавит бойынша пропил кетеді. Пропил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гептан. И нумерация бізде қайсы болады? Осы жақтан бассақ 2, 3. Так, 2 этилға бізге 3 болады. Мынау 4 болады. И мында 5 болады. Төбеден бассақ метил бізде 3. Так, мынау 4. Этил 5. Мында бізде 6 болады. Так, қайсысы дұрыс болады? Осы дұрыс болады бізде. 3 этил, 2, 5 диметил, 4 пропил. Осы вариант дұрыс болады. Осы жақтан санасақ 1, 2, 3, 4, 5 деп санаймыз. Так, келесі бізде осымен санаймыз, главный. Барлығы метиллер жалғанып тұр. И нумерациясында 2, 2 дегеннен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
нонан болады. 6 метил жалғанып тұр. Хекса метил. Нумерациясы 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6 и 7, 7. Осылай. Так, мұнда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гептан. 1, 2, 3, 4, 4 тертари бутил гептан. Мұнда бізде циклопентан болады. 2 диизопропил болып тұр екен. Изопропил. Номерлері циклический болғандықтан біріншісіне біз 1 қоямыз, 2, 3 қоямыз. 1 мен 3 диизопропил циклопентан. Так, мұнда бізде главный цепочка осы. 1, 2 и 1, 2. Біз осыны былай жасайық. Так. Этил и диметил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гептан болады бізде. 2, 3, 4, 5 2, 5 диметил, 3 этил болады осылай. Так, осы жерде бір не бар екен бізде. Осы жерде группалар көбін таңдаймыз. Мына жерде 2, 1, 2 и былайда 1, 2 екен. Сондықтан мынау метил и этил 1, 2. Сондықтан бұл қалай болады бізде? Так, мыналарын өшіріп тастайық. 3 этил, 2, 2 диметил, гексан. Гексан болады осылай. Так, мұнда бізде названияға қарай біз салу керекпіз. Бірінші пентаны саламыз. 3 изопропил дейді. И 2, 4 диметил. Мұнда гексан. Гексан салдық. 2 метил и 4 этил болады. Так, циклопропан дейді бізде. Тетраметил 1, 1, 2, 2 тетраметил циклопропан. Так. Каждыйына бізге систематический названиясын жазу керекпіз. Так, бізде мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дейді. Так, ундекан 2 метил бар, диметил, ундекан 2, 2. Так, мұнда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бұл бізде додекан болады. 2 метил, додекан. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 октан и диметил. 2, 2 диметил. И мұнда бізде циклогексан. Сайклохекзайния 1, 2, 3, 4. Бұл бізде 1 бутил циклогексан болады.